Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Үйге тапсырма берген едім. Кім дайындалып келді? Ешкім дайындалмаған сияқты ғой, да? Так, онда тізім бойынша бастаймыз. Так, тізім бойынша бізде Айбек ортаға шықсын. Апай, сәл дайындала тұрсам бола ма? Жоқ, сенің кезегің. Сен шыға ғой. Жарайды апай, қазір. Ал айта бер, үйге не тапсырма беріп едім? Үйге тапсырма қадағандығы. Апай, үйге тапсырма қазақ хандығы. Апай, Айбек сабаққа дайындалмай келген сияқты. Айбек, шыныңды айтшы, оқымадың ба? Я апай, кеше итім ауырып қалған еді. Сенің сабақ оқуыңа иттің не қатысы бар? Енді оған қарау керек, емдеу керек. Айбек, сабаққа дайындалмағансың. Отыр, 2 саған. Апай, дайындалып қайтадан шықсам бола ма? Жоқ, келесі сабағында өзгертесің. Ой, жарайды. Так, келесіде сабақ айтатын бізде Әмірәлі. Әмірәлі, сенің кезегің. Так, бұл неге жылтырақ түсінбедім. Мүмкін бір сиқыр бар шығар. Қазір сабақ бітсе ғой. Ал балалар, барлығынды тексеріп үлгермедім. Келесі сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер. Айбек, не болды? Бір нәрсеге қатты таңғалып отырсың ғой? Соғой, өзі бір түрлі болып жүр. Жоқ, менде барлығы дұрыс. Шынымен ба? Şimdi git kaçıp geleyim. Aytek bir şıkkayı. Несін сен байқадың ба? Нені байқамын керек еді? Қалай байқамадың? Бүгін бір түрлі болып отырды. Ясы, бүгін Айбек сабақты бір түрлі болып отырды. Мен оны байқадым. Айттым ғой өзгеріп кеткен деп. Соңғы кезде Айбек өзгеріп кеткен. O da бір өзінің әлемі секілді. Мәсіндер қалай тез байқап қоясыңдар, мен бұның барлығын қалай байқамай жүрмін? Әне қараңдар, Айбек келді жатыр. Айбек, жаңа сыныпта неге қалып қойдың? Бір шаруам болып қалды. Айбек, шыныңды айт, барлығы дұрыс па? Я, менде барлығы дұрыс. Мен саған сенбеймін. Я, барлығы дұрыс деймін. Неге қайта-қайта сұрай бересіңдер? Енді дос болған үшін сұрап жатырмыз ғой. Соңғы кезде бізбен араласпай жүрсің. Біз сені ойындап тұрмыз. Ой, Эмирали, сен мен қашаннан бері уайымдайтын болғансың? Неге олай дейсің? Әміралиден де басқасымыз сені ойындаймыз. Я, шынымен де жігіттер дұрыс айтады. Сен біздің досымызсың, сыныптасымызсың. Айтпасаң айтпа, біз бәрібір біліп аламыз. Жоқ. Ой, жарайды, қызық адам екен.
Алақай, сендерге күшті жаңалығым бар. Қандай ол? Сабақ болмайтын болды, апай ауырып қалды. О, керемет жаңалық. Қойш, шынымен бе? Я, жаңа завуч коридорда жүргенде сабақ болмайтынын айтты. Мәссаған, базар жоқ. Ендеше кеттік, үсіске шығайық. Я, қазір келесі сабаққа дайындалайық. Жақсы, онда кеттік. Тоқтаңдаршы. Не болып қалды? Мен сендерге бір сыр айтқым келіп тұр. Айттың ғой, бір сыры бар. Келіңдер, жақынырақ отырыңдар. Ол қандай сөз? Тезінен айтшы. Мені мұқият тыңдаңдар. Естеріңізде ме, алдында мен тарих сабағында тақтаға сабақ айтуға шығып едім ғой. Иә, дайындалмай келген кезінде ма? Иә, сол күні мен сабақ айтып болғаннан кейін сыныпта бір сиқырлы қалам тауып алдым. Ол қандай қалам? Сиқырлы қалам. Мынауын енді өтірік болып кетті. Айбек, дұрыстап түсіндірші, қандай сиқырлы қалам? Аяқ асты қоңырау шалуы, сабақ болмауы осы сиқырлы қаламның арқасында. Мен саған сенбеймін. Мен сендерге өтірік айтып тұрған жоқпын. Бұл сиқырлы қаламның шынымен де өз бір сиқыры бар. Кез келген арманды орындайтын күші бар. Мәссаған, мен таңғалдырдым. Сен осы ертегіге сеніп тұрсың ба? Бұл сиқырлы қаламның шынымен де өз бір күші бар. Кез келген арманды орындай алатын күші бар. Айбек, сен нақ күстеқалы қаламмен қолданып көргенсің бе? Иә, басында өзім сенбеген едім. Бірақ жазған армандарым орындала бергеннен кейін сене бастадым. Менде бір жоспар бар. Қандай жоспар? Егер біз бәріміз осы сиқырлы қалам арқылы өз арманымызға жете алатын болсақ, онда бәріміз өз арманымызды жазайық. Есің, не айтып тұрсың? Олай болмайды. Неге болмайды екен? Уайымдама, Мерали, біз аз уақыттың ішінде пайдаланып, өз арманымызға қысқа уақыттың ішінде жетеміз. Уақытша пайдаланамыз ғой. Жарайды, бірақ көп емес. Жақсы, онда көрейік. Жүріңдер, ендеше көрсетем. Айбек, менің бір арманым бар. Арманым болса, на, ендеше жаз. Айттым ғой сендерге кез келген арманды орындайсыз деп. Айбек, сиқырлы қаламды бер, мен тақтаға шығу керекпін. Жарайды. Бірақ көп қолданба, бірақ жаз. Амарали, тақтаны естіп берші. Жарайды. Айбек, сен Әмірәлі сиқырлы қалам алды ма? Иә. Бәсе, сіз шығарып жатыр. Аған мен тапсырма орындап болдым. Амарали, жарайсың. Қиын есеп тауып оңай шештің. Отыра ғой. Айбек, шынымен де сиқырлы қалам екен. Рахмет. Арманы орындалғанына қуаныштымын, әкел сиқырлы. Айбек. Ау. Маған да сиқырлы қаламды бере тұр. Менің де бір арманым бар. Балалар, қоңырау болды, үйлеріне қайта берсеңдер болады. Ағай, бізде әлі 3 сабақ бар ғой. Мұғалімдер бәрі педсоветте, сондықтан барлықтарын үйлеріне қайтасыңдар. Неге? Бізде әлі 3 сабақ бар. Сол сабақтарға түнме дайындалу керек.
Бұл қалай болды екен? Түнімен жаттап оқып келгеніміз босқа кететін болды. Алуа, Айру, уайымдамаңдар. Келесі сабақта айтып бересіңдер. Жарайды. Мен мыналар сабаққа қатты дайындалып келіпті ғой. Айтпа, сабаққа бұлай дайындалған адамды бірінші рет көру. Бұл менің арманым болды. Сен қандай арман қаладың? Мен сабақтың отмена болуын қаладым. Сен бұны армандаған? Иә. Достар, сендер ойларына келген армандарыңды жаза бермеңдер. Сен ғой армандардың бәрін орындайды деген. Дұрыс, армандарын орындалады, бірақ ойға келген армандарыңды жаза бермеңдер. Иә, керек нәрсе жазуымыз керек. Жарайды. Ендеше үйге кеттік. Ертеңге не жазатынымызды ойланып келейік. Солай шешек жақсы болады. Жарайды, жүріңдер, ендеше кеттік. Айбек, мен ғой шығасың ба? О, Ерсін, не болып қалды? Не істеп жүрсің мен жақта? Мен сені бір нәрсе сұрайын деп келген. Иә, айта бер, тыңдап тұрмын. Маған сиқырлы қаламыңды берш. Не үшін? Бір орындалмаған арманым бар еді, соны орындап алайын. Ерсін, мен сендерге айттым, ол бостан босқа жаза беруге болмайды деп. Айбек, бірақ арман, біреу. Жарайды ма? Бірақ көп қолданба. Рахмет, кете сабаққа алып келемін. Че там, не істеп жүрсіңдер? Сен не істеп жүрсің? Есімін, біз сенен сауға келдік. Мен тек жай ғана Айбек досымның қалын сұрайын деп келгем. Жоқ, қалы жақсы ма екен? Я, денсаулығы жақсы, үйінде жатыр екен. Сондай сиқырлы қалам сенде ғой. Жоқ, бермедім. Дұрыс айтпаш, түрін көрсетіп тұр ғой, сиқырлы қалам бар екен. Ей, сендер болашақта психолог болатын шығарсыңдар. Біз де сиқырлы қалам алу үшін келдік. Сендер не істейсіңдер оны? Бізде де қалауымыз бар. Мен тек арманымды орындау үшін ғана алдым. Бізде де орындалмаған армандарымыз бар ғой. Бәріміздің арманымыз орындалсын деп келдік қой. Есің, келесі олай, ертеңге біз арманымыздың жазып алайық. Сосын сенен кейін біз пайдаланайық. Жарайды, келістік. Ерсін, менен кеше сиқырлы қаламды алып едің ғой, қайтарып бересің бе? Ол сиқырлы қалам менде. Мен сиқырлы қаламды Ерсінге беріп едім ғой, ол қалай сенде пайда болды? Айбек, кешір, қаламымды кеше Ерсіннен сұрап алып едім. Алло, мама, мен мектептемін. Жарайды, мен саған звондаймын. Әмірәлі, жаңа телефон алғансың ба? Иә, дәл солай. Түсінікті, армандарын орындалыпты. Қалғандарын нені армандадыңдар? Маған кеше әкем приставка сатып алып берді. Кеше маған ноутбук сатып алып берді. Ал маған мама игровой компьютер алып берді. Мен сендерге ескерттім ғой, ойларына келген армандарыңды жаза бермеңдерші де.
Ал балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Мен кешегі жазған тесттерімді қарап шықтым, қорытындысымен таныстым. Өте жақсы жазғансыңдар. Әсіресе Айбек, Сұннат, Әмірәлі, Алихан, Ерсін өте керемет жазғансыңдар. Значит, түнімен дайындалғансыңдар ғой да? Я апа, 2 күн таңнан кешке дейін дайындалдық. Жарайсыңдар балалар. Ал тестті тапсыра алмағандар, келесі сабақта дайындалыңдар. Мен сендерге тест дайындайтын боламын. Рахмет апай, сау болыңыз. Кім оны амандаған? Менің арманым кеше Ерсін алып кетпей тұрып арманымды жазған болатын. Дәл уақытта жазыпсың. Я, дұрыс айтасың, тесттен қалай өтемін деп ойындап едім. Сендер шындығында айттыңдар, сендер қалай жақсы баға ала бастадыңдар. Иә, расымен де әсіресе Айбектің жақсы баға алғанына өз басым сенбеймін. Қыздар, біз жай ғана жақсы дайындалдық. Өтірік айтпаңдар, біз сендерге сенбейміз. Аяқ асты білімді болуы мүмкін емес. Сендер осы қиын сабақтарда жақсы баға ала кетіңдер. Бұл жерде бір шикілік бар. Қыздар, бізге олай жала жаппаңдар. Біз дейтін дайындалдық қой. Сонда да біз сендерге сенбейміз. Бір күні шындықты білетін боламыз. Кім қай бағаға лайық екенін сол кезде білетін боламыз. Иә. Жарайды, көрейік, өзден дайындалмай келгенсіңдер. Біз дайындалдық. Жарайды қыздар, ұрыспаңдар. Шындығымыз осы, ешкімді алдап жатқан жоқ. Қалай бар солай айттық. Жарайды, көрсек көрейік, барлығы уақыт көрсетеді. Сау болыңдар. Айару, мен бұл алаяқтарға сенбей тұрмын. Мен де сәл сенбей тұрмын. Олардың не жасырып жүргенін анықтау керек. Иә, соны анықтап тауып алуымыз керек. Сенің қарның ашты ма? Әрине, кеттік асханаға. Жүр, кеттік. Айбек, сиқырлы қалам күшейіп кеткен жоқ па? Жоқ, әлі шамамен 2-3 тілектей орындай алады. Біз тым көп арман жазып қойған секілдіміз. Иә, шынымен де присовкадан басқа әнлерге арман жазып қойып едім. Ерсін, мен саған тек өз арманды жазсын деп қана беріп едім ғой. Иә, бірақ сендердің көңілін қимадым. Ой, біліп едім ғой осыны, бірдеңке болатын. Бәріміздің ортақ арманымыз қандай болуы мүмкін? Жұмбаға жақсы баға болсын. Точно. Иә, расымен де жақсы баға өзімізге де жақсы. Онда армандарымызды тақтаға жазайық. Жерінде сабақ басылмай тұрғанда арманымызды жасайық. Иә, жүріңдер, өзім жазайын. Бұзылы ұстап алдық. Жүр, ендеше ұстайық. Тоқта, оданша біз мектеп директоріне барайық. Ендеше кеттік. Айбек, енді бұл арманымыз қашан орындалады? Арманымыз орындалды деп есептей беріңдер. Қойшыны бірден орындалып кете ма? Жазудың өзі жеткілікті. Жақсы болды ғой. Тез орындалса екен. Қайдағы сиқырды қалам? Біздің сыныптастарымыз сиқырлы қалам арқылы өз армандарына жетіп жүр. Сиқырлы қалам о кез келген арманды орындайды. Қыздар, мен сендерді түсінбей тұрмын. Не айтып тұрсыңдар? Олар бағаларын көтеру үшін тақтаға өз армандарын жазады. Менен қандай көмек керек? Сіз мұғалімді шақырып, журналды тексеру керексіз. Жарайды, солай ақ болсын. Сендер сыныпқа бара беріңдер. Рахмет ағай. Жүр, кеттік. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз арманға жету жолдары. Арман дегеніміз... Сәлеметсіз бе ағай, кешіріңіз, кіруге болады ма?
Кыздар, неге кешігіп жүрсүңдер? Асханада болуп едик, кешигип калдык. Жарайды, кіріңдер. Келесіде енді қайталанбасын. Арман дегеніміз үлкен талапты қажет етеді. Арманға жету үшін еңбек ету керек. Айбек, ал саған арманға жету оңай ма? Ағай, олар өз арманына оп-оңай жетіп жүр. Так, балалар, мен сендерді түсінбедім не айтып жатқандарыңды. Сәлеметсіз балалар. Сиқырлы қаламды кім қолданып жүр? Директор мырза, не болып кетті? Сіздің оқушыларыңыз сиқырлы қалам арқылы өз армандарына оңай жолмен жетіп жүр. Айбек, сенің қолыңда сиқырлы қалам бар екенін білеміз, мойында. Иә, менде. Сендер ме айтып берген? Біз жай ғана армандарымыздың орындалғанын қаладық. Біз жаман нәрсе жасаған жоқпыз. Бізді кешіріңізші. Менің кабинетке жүріңдер, сонда сөйлесеміз. Айбек сабақ барысында сиқырлы қаламды тауып алыпты. Ол өз армандарына жеткеннен кейін біздерге көрсете бастады. Біз сиқырлы қалам арқылы өз армандарымыздың орындалдық. Я директор ағай, біз жаман ештеңе жазған жоқпыз. Иә, орындалмаған арманымыз көп болған соң, туыстарымыздың да арманын орындадық. Балалар, арманға жету оңай емес. Ол үшін еңбек және сенім қажет. Өмірде қиын жағдайлар болады. Ең бастысы берілмеу. Я, дұрыс айтасыз. Ал сендер арманға оңай жеттіңдер. Білесіңдер ме, еңбектің наны тәтті болады. Ағай, бізді кешіріңізші, біз қателік жасап қойдық. Бұның бәрі менің кесірімнен болды. Енді оны дұрыстау үшін армандарынан бас тартыңдар. Айбек, қанша армандарымыз қалды? Бір арманымыз қалыпты. Бір арманымыз қалса, соны қолданайық. Қалай қолданамыз? Тақтаға армандарымыздан бас тарту керек деп жазуымыз керек. Ендеше солай жасайық. Я, дәл қазір барып жазыңдар. Жақсы ағай, біз кеттік, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз. Айбек, сиқырлы қалам шынымен де тасылып барады екен. Соңғы арманға үлгердік ау. Әмірәли, сенде телефон бар ма? Көрші. Менің телефон қайда кетті? Онда менің үйімде тұрған приставкада жоқ шығар. Онда менің үйде игровой компьютерім тоже жоқ қой. Жарайды. Біз оған ренжудің қажеті жоқ. Біз армандаған заттарымызға өз күшімізбен жеткен жоқпыз. Енді арманымызға өз күшімізбен жетуіміз керек. Иә.